сұхбатымызды бастаймыз. Бөлісіп, таратып, көбейтіп, Facebook'ке салып, сілтемесін беріп, біздің мына Су жаңа каналымызға тіркеліңіздер. Әбдіғаппар Сыманов марқұм туралы бір сұрақ қойды біреулер. Әбдіғаппар Сыманов марқұмға менің алғысым шексіз. Ол кісінің туысы Әбдіжаппар Сыманов ағамызға да алғысым шексіз. Әбдісаттар Сыманов ағамызбен дастархандас болғам. Әбдіжаппар ұстаздың үйінде қонақта болғамын. Мен сыйлаймын. Ол кісілер Қытайда қорлық көрген қазақтардың тақырыбын көтерді. Әбдіғаппар Сыманов марқұмды Алла алдынан жарылқасын. Жылап отырып дұға жасап 3 мәрте. Біз білетін дұғасы, ашық жария дұғасы. Қазақстанда анау нұр имамдар, нұр сектанттар, анау аталмыш тақуалар, анау жәннаттың кілтін қолына алып алған дейтіндер, анау 4 тоқал алып, 4 тоқалына 4 рапшти берер, 4 жерден 4 кәтеж алып, Алматыда кәтежі, Астанада кәтеж, Алматы мен Астананың ортасында басына даңғарадай қылып сәлде орап ұшып қонып жүргендер, анау өзінен 30 жас, 40 жас қыздарды тоқалдыққа алып, машалла, машалла деп, баламның саны 20-ға жетті, машалла, машалла деп. Енді мына қазақтар қырылып жатыр екен десе, субханалла деп отыра беретін сол қалың нұр сектант, нұр қауымның құлдары, солар үнсіз қалғанда дұға жаса десе, дұға жасамаймыз, біз жасырын дұға жасаймыз дегенде, ашық, әшкере, жария дұға жасаған Әбдіғаппар ұстазға мен разымын. Мен ол кісінің діни ұстанымының қандай екендігінде қақым жоқ. Ол кісі дінді ана ұстанымда ма, мына ұстанымда ма қақым жоқ. Мен ол кісіге бір ғана разы болатын жерім, Қытайда қорлық көрген қазақтарға арнап, жауып тұрған жаңбырдың астында жылап тұрып, көзінен жасы ағып тұрып дұға жасады. Ал енді не істейсің? Ал қалғандарына дұға жаса деп Бекзат Мақсұтхан барды ғой. Қазіргі мүфтиіне, сол замандағы Қазірет Сұлтанның имамына, Нұрастан имамына Бекзат Мақсұтхан барды. Дұға жасаудан бас тартты ғой. Менің кем дегенде 50 лекциям бар. Әр жұма сайын сөйлеймін, әр бейсенбі сөйлеймін, жұма намазына бір 5-6 сағат қалғанда сөйлеймін, жұманың таңында сөйлеймін, бейсенбінің кешінде сөйлеймін. Қағаз жазып, мешітке апарыңдар, жазбаша жазыңдар. Не, мақсатым не? Олардың дұғасына зәру емеспіз. Мақсат сол мешітке жиналған халық Қытайдың қазақтарға жасаған қорлығын естісе екен дедік. Сол қара халықтың ішінде не бір дұғасы кері қайтарылмайтын тақуалар бар. Ана жаман жыртық тонның ішінде, анау жүдеу жүзді, жанын бағалмай жүрген, ана сол мешітте дұға жасап отырған не бір Құдайдың сүйікті құлдары бар. Өңдері әбіржіген, ауру қысқан, кедейлік қысқан, қара жұмыс деп бала шағасын асырап жүрген не бір Құдайдың екі әлемде еңсесін биік, жүзін жарық, мәртебесін үстеп қылып қойған бауырларымыз бар. Қарындастарымыз бар, ағаларымыз, әпкелеріміз бар. Солардың құлағына осы ақпарат жетсін дедік. Сондықтан имамдарға мешітте ашық дұға жасаңдар дедік. Өткенде тағы бір сектант жазыпты. Біз жасырын дұға жасаймыз. Атаңның басы жасырын дұға жасайсың. Сен мәу деп үніңді шығаруға жарамаған сен сорлы, сен мұнафиқсың. Сенің 1 миллион рет жасаған жасырын дұғаңда қабыл болмайды. Біз сенің жасырын дұғаңа мұқтаж емес. Біз ақпарат жетсін деп ашық дұға жасасын дедік. Сенің дұғаң емес, ана шынайы тақуа мұсылмандарға жетсін деп айттық оны. Сол нұр имамдардың дұғасы қабыл болады дегенге өз басым сенбеймін. Олар тек елбасы аман болсын деп жасаған дұғасы қабыл болды. Міне елбасылардың аман 30 жылдан бері міне бір түшкіргенін естімей, бір маса шаққанын естімей келе жатыр. Әлі 30 жыл отырады. Үрім бұтағымен 300 жыл билейді әлі сені. Осы құл болып нұр имамдар ұйып отыра берсеңдер. Ал Әбдіғаппар Сыманов туралы сөзімді айттым. Мен жаңа Меруерт Түсіпбай туралы айттым. Әбдіғаппар діннің адамы, Меруерт әннің адамы. Екеуін де жақсы көрем. Неге? Меруерт Қытайда қазақ мәселесін көтерді, Сайрагүл Сауытбайдың сотына барды. Сол үшін жақсы көрем. Болды. Ары қарай ол не болып кетеді өзі біледі. Мен сол Сайрагүл Сауытбайдың сотына барған үшін Меруерт Түсіпбайды жақсы көрем. Ал ертең ол Меруерт Түсіпбай жынданып, тыржалаңаш Алматы мен Астанада пикет өткізіп, Мадонна ұқсап кете ме, ол өз шаруасы. Бірақ Қытайда қорлық көрген қазақтың тақырыбын көтерген үшін жақсы көрем. Әбдіғаппарды дін адамы, соларға ашық дұға жасаған үшін жақсы көрем. Болды.
Қазір тәңіршілер көбейіп кетті. Ата дінімізге қатты тіл тигізуде. Олар турасында не айтамыз? Жалпы олар жоба емес па дейді. Тәңіршілдердің бір бөлігі жоба. Қазақ халқын жіктеп, іштен ірітіп, мың сан топқа, дінге, сектаға бөлу Нұрғауынның жобасы. Бір ұқсас нанымы болмау керек, діни наным ұқсас болмау керек, бірімен бірі алтыбақан алауыз болу керек, араз ашты болу керек. Осы жоба қазақ даласына 77 ата бабамызда көрмеген мың сан сектаны кіргізуге себеп болды. Ал тәңіршілдердің ішінде шынайы өзін тәңіршілмін дейтіндер, басқаға, мысалы мұсылмандарға не қазақтың басқа наным сеніміне тимейтіндер болса, олар жоба емес. Олар шынайы тәңіршілдер болуы мүмкін. Бірақ ал ірткі салып, қазақтың ұлттық құндылықтарына, қазақ халқының басым бөлігі сенетін нанымдарға қарсы шауып, және Нұрғауынды мақтап, Нұрғауын аман болсын десе, онда ол таптаза киім бе. Демократиялық ұстаным бойынша, және шариғаттың ұстаным бойынша, сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме. Бұл Құран аяты. Құранның аяты. Сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме. Құранда осындай аят бар. Құранның сүресі бар. Бұл хадис емес. Және Құдай, Алла тағала өзінің соңғы пайғамбары және елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға айтты, сен тек ескертушісің деді. Ол өзінің көкесін дінге кіргізе алмай жылағанда, бүкіл денесін алақанмен сипап аяғын ұмытқанда, оның аяғына оттан жасалған кебіс кигізіледі делінгенде, пайғамбардың қолы тимеген. Сонда айтты, оны дінге әкелу біздікі, сенікі тек ескерту деді. Демек, әркімнің діни нанымына құрмет, шариғат бойынша да дұрыс, әркімнің діни нанымына құрмет, адамдық құқық нормалары бойынша да дұрыс. Сондықтан кім қандай нанымға сенеді, бір-бірлеріңе жау болмаңдар. Ал егер бірін-бірі шұқылап жау болса, ол Нұрғауынның жобасы. Қазақтарды іштен іріту үшін, бір-біріне айдап салып, алтыбақан алауыз аштыбақа қылу үшін жасаған жоспар. Тағы не айтасыздар? Қазіргі Қытайда қазақтың қалы қалай? Қытайда тұтқындау қайта басталды. Батыстың қысымынан Қытайдың экономикасы тасталқан болу алдында тұр. Сондықтан Қытай біресе қазақты тұтқындайды, біресе босатады, біресе соттайды, интеллигент зиялыларын жаппай тұтқындап жатыр, ал біреулерді босатып жатыр. Қазіргі Қытайдағы жағдай өте күрделі. Тағы не сұрақ бар? Бәріміз бірігу керекпіз ғой дейді. Біріккенде Нұрмамаймен, Нұралтаймен, Нұрбатырмен, Нұртитюшкалармен, лицензиясы бар иттермен, есектермен бірігудің керегі жоқ. Бірігу туралы солар көбірек айтады. Ал сен өзің біреуді қолдасаң, шынайы күрескер, ұлттың көзін ашып жүрген шынайы күрескермен күрессең, сен соны өзің істей бер. Сен жолдастарыңды үгіттеп, соның тобына қосыла бер. Бірақ менің қосылуым міндет емес. Маған ақыл айтпа. Мен күрестің адамын. Мен өз стиліммен, өз схемаммен, өз жобаммен, мен түрмесіне де отырып, қиындығында көріп, бүкіл мал мүлкімнен айырылып, бүкіл туыс туған жора жолдасын безіп кетсе де, осы жолымнан таймай күрестім. Сен маған ақыл айтпа. Сен өзің күрес. Сен де түрмеге отыр. Сен де айналаңа адамды жи. Сен де ұйым құр. Сен де партизандық топ құр. Сен де ячейка құр. Сен де ұяшықтар құр. 1000 досыңды қасыңа жи. 1000 туысыңды қасыңа жи. Күрес. Өзің дұрыс деген адаммен одақтасып күрес. Бірақ Нұрмамай, Нұралтайлар емес. Анау өтірік ұлтшыл, өтірік демократ болып жүргендер емес. Нұрғұрылтайшылар емес. Сен анаумен бірік, мынаумен бірік деп диванда жатып ақыл айтпа. Мен Қытайда қазақтың басына күн туғанда қолымды батпаққа тықтым, басымды отқа тықтым, суға да түстім, түрмесінде көрдім, ұсталдым, сотталдым, қамалдым, үркітілдім, қорқыттым, бопсаландым, бәрін көрдім. Бәле мәрте сот болды менің басымнан. Қайсың сондай сотты көрдің? Мықты болсаң қайтып кел дейді. Ал өз жерінде отырып күрескен Аронды қайсың құтқара алдың? Мықты болсаң қайтып кел, елге қайтып кел дегеннің бәрі кембінің жалдамалылары. Сен елде отырсың, сен не істедің? Сен не істедің? Соны айт. Мен істедім. Ең соңында сені не соттай алмаймыз, не тоқтата алмаймыз. Енді сені КамАЗбен соқтырып өлтіргеннен басқа амал қалмады дегенде кетуге мәжбүр болдым. Басқа амал жоқ. Мен істейтінімді істеп, максимал тау келсе сүзіп, тас келсе шайнап, ұстаған жерде қолым, тістеген жерде тісім қалған жігітпін. Оның бәрі бүкіл әлемдік медиада жазылды. Маған кінә арта алмайсың.
Маған ақыл айтпай, елге қайтып кел демей, өзің не істедің? Сотталдың ба, түрмеге отырдың ба, мың қазақтың басын қозғап наразылық өткіздің ба, пикетке шыға алдың ба, не істей алдың? Соны айт. Тағы не сұрақ бар? Facebook бөлісіп таратып тастаңыздар, бос отырмай.